сәлеметсіздер ме? Мен номер 1 мектеп гимназиясы өзін-өзі басқару ұйымының президенті Темірбекова Сымбат. Өзін-өзі басқару ұйымы сіздерді келіп жеткен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтайды. Біз үшін жаңа дәуірдің арайлы таңы 1991 жылдың 16 желтоқсаны атқан болатын. Сол күні әлем көгінде Қазақстан Республикасы атты жаңа жұлдыз жарқырай түсті. Адам баласы сияқты мемлекетте өз өмірінде екі түрлі ғұмырлық баспалдақты аттайды. Біріншісі сол өмірге келу болса, екіншісі үлкен ересек өмірге қадам басу. Бұл Әбу Насыр әл-Фарабидің айтып өткен өнегелі өсиеті. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз, тәуелсіздігімізді бағалауымыз қажет. Себебі ол бізге бабамыздың қанымен, халқымыздың жанымен келген болатын. 1991 жыл 16 желтоқсан еліміздің тарихындағы кейінгі ұрпақ мәңгі есте сақтап, ардақтап өтетін күн. Тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз. Бұл күнге сан ғасыр бойы армандап жеттік. Барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің мәні де, маңызы да айрықша. Баршаңызды 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керекесі, тату-тәтті боп халқымыз әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі. Тәуелсіздік үшін тігіп бастарын, желтоқсанда шықты алаңға жастарын, әр ұрпақтың құрбандары жетерлік, дербестікке кім сұрамақ басқа күн. Желтоқсанның 16-сы тәуелсіздік күні екені баршамызға мәлім. Осы атаулы сәтке орай еліміздің тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Мен номері 1 мектеп гимназиясының өзін-өзі басқару ұйымының мүшесі Тазабек Шұғыла. Тәуелсіздік қалқаман сарин. Еркіндік қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұғауландық бастылдың. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт құрыған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Еліміздің ертеңі жолындағы еңбегі жана берсін. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болған осы салтанатты күні баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Арманында бабаның өсиеті ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ берді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін беріп ұстадым, түстен берді жолыма менің Қазақстаным. Барлығымызды республикамыздың әр азаматы үшін айтулы тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәулетіміз шалқып, береке бірлігіміз жараса берсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай, өркениет көшіне ілескен халқымызға гүлдену мен көркею тілейміз.